Ал қыздар, мына тағамды жеген де арманда, жемеген де арманда, өзімнің күйеуіме жаман өтече осы тағам. Жалпы кез келген қыз-келіншек дайындай алады деп ойлаймын. Болмаса менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Тауық етін 4 бұрыштылап турап, жақсылап жуып аламыз. Ертілген сары майда не сұйық майда ұсақтап туралған пиязымызды қуырамыз. Артынша жаңағы туралған тауық еттерін салып, жақсылап араластырып, баяу отта 15-20 минуттай қуырамыз. Осы сәтте ертілген сары майда не сұйық майда жуылған күрішімізді қуырып, татымына қарай тұзын себеміз, сәл асырып суын құйып, қазанның қақпағын жауып, баяу отта бұқтырып пісіріп аламыз. Енді жаңағы тауық еттеріне туралған көкөністер немесе мен секілді қатырылған аралас көкөністер қоссаңыздар болады. Суы тартылған болса, су құюды ұмытпаңыздар. Ал енді біздің тағамға ерекше дәм беретін ең басты ингредиент Жапон елінде хит болып жатқан карри соусы. Біздің Қазақстанға да келген екен, көптен бері алғым келіп жүрген, бүгін соның сәті түсіпті. Қыздар, енді дәмін айта алмайым бар ғой. Мен әлі бұндай дәммен тамақ жеп көрген жоқпын. Тай, үнді, Жапон халықтарының тағамдарын дәмдер араласпа, сондай бір ерекше дәмі бар, бізге қатты ұнады. Осындай бір қорабымен 6-7 рет тағам дайындаса болады. Енді мен жартысын қосып жібердім. Қосып араластырамыз, ерігенше шамамен 5 минутқа қалдырамыз. Әрі қарай дәмін татып ұсына берсеңіздер болады. Ас болсын.